Кайырлы күн, мұрынға арналған жаттығуларды бастайық. Алдымен қолымызға крем жағып, мұрнымыздың жанын жайлап төмен сипалаймыз. Бұл жаттығулар тек қана мұрынды кішірейтіп қана қоймай, мұрынның қырын шығаруға да көмектеседі. Келесі жаттығу, екі саусағымызбен мұрынның екі жанындағы нүктеге точканы жайлап массаж жасаймыз. Сондай-ақ бұл массаж тыныс жолдарын жақсартады. Сондай-ақ беттің бұлшық еттерін төмен қарай тартамыз. Саусағымызбен мұрнымыздың жоғары жағынан төмен қарай түсіріп, мұрнымыздың ұшын 10-15 секунд ұстап тұрамыз. Сол қолымызбен мұрынның жоғарғы жағынан төмен қарай тартып, оң қолымызбен мұрынның жоғарғы бөлігін жоғары тартып сипалаймыз.
Сондай-ақ мұрынның төменгі бөлігінен бастап жоғары қарай сипалап, қасымыздың үстінен жүргізіп бекітеміз. Мұрын үстінен төмен қарай жүргізіп, сондай-ақ ортасына дейін жүргізіп, екі жаққа тартамыз. Енді мұрнымыздың ұшын тез-тез төмен қарай сипалаймыз. Мұрнымыздың екі жанын жайлап, екі саусағымызбен басып, жоғары көтереміз. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.